Халифа Алтайдың көз жасы. Аллаға шүкір, сырттағы қандасын отанына шақырып отырған жер бетіндегі 3 мемлекеттің бірі Қазақстан. Тәуелсіздігін жариялаған алғашқы аптасында тәй-тәй басқан баладай тәлтіректеп тұрса да, шетте қалған қазаққа қол бұлғады ғой. Отан деген осы. Қазақтың қамын қазақтан басқа кім ойламақ? Ел болудың қамы да осы болатын. Содан бері аз ба, көп пе 1 миллиондай қазақ келіпті. Көшіп қонудың, көшіріп алудың машақаты әрине оңай емес. Біреу о дейді, біреу бұ дейді, әйтеуір осы топырақта жергілікті халықпен қоян қолтық араласа өмір сүріп жатыр. Өмір сүре береді, неше миллиондап өсе береді. Тәуелсіздік дегенде Стамбул көшесінде сәждеге жығылып, еңкілдеп жылаған жарықтық Халифа Алтай атамыз еске түседі. Қытайға бодан болмаймыз деп, Алтайдан ауып, Гималай асып, шөл кезіп, арып ашып, қырылып жойылып, Түркияға табан тіреген ғой. Сол кісі 1991 жылы желтоқсан айының ортасында Стамбул көшесінде келе жатып, көпшілік радиодан: "Бүгін қазақ елі тәуелсіздік алды, жер бетінде Қазақстан деген мемлекет пайда болды" деп саңқ еткен дауысты естиді. Естиді де егіліп жылайды. Сол тұрған жерінде құбыланы тауып алып, сәждеге кетеді. Жаратқан еден: "Я Аллам, қазақ деген халыққа ақыры еркіндік бердің-ау, айбарлы мемлекет қыла көр" деп дұға тілейді. Қуаныштан ыршыған көз моншақтары тас еденге тырс-тырс тамып ұзақ жатыпты. Азаттықты аңсай-аңсай әбден зарыққан ақсақал ертесінде Қазақстанға бет түзепті. Сөйтіп, ел басынан тұңғыш азаматтық алған шетелден келген қазақ осы Халифа атамыз болыпты. Келсе менді ғана тәуелсіздік алған қазақты түрлі жат дінде жан-жағынан анталап тұр екен. Содан ата дінімізге үлес қосайын деп, бір жағынан жанасалап мен де шаптым, деп естелік айтады жарықтық. Сол кісі қазақша мағыналанған қоңыр Құран түрлі ұлт тілінде жарық көретін, Құран ретінде Меккеде басылып шығатын Құрандардың қатарына қосылған. Қазақстаннан қажылыққа барған қазақтың көзіне оттай басылып Меккеде тұр. Атамыздың жәні жәннатта болғай. Ұларбек Нұрғалымұлы, оқыған Наргиза Акбаржанқызы. Құрметті достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет сіздерге.